Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен бүгін модтар выживаниямның алғашқы бөлімін бастайын деп отырмын. Ал достар, бізде анда лаки блок көрінді, бізде лаки бір бәле жүр. Сондай мод бар, ішінде лаки блоктар жүреді. Енді біз соларды сындыруымыз керек. Бізде, мына сында достар, қазір менде кішкене қатып тұр, айттым ғой. Кішкене қатып тұр, ренжімеңіздер. Просто анандай кішкене модтар қосқан соң достар, қателеспесем мен 6 мод қосып алдым. Мына модтікі мынау мындай forestry мод, forestry деген күшті. Forestry деген модтан шыққан. Аралардың несі қолым жүрді. Я достар, Forestry деген дейтін модтан шыққан. Достар, мынау мұшы бізге кетері жасадыр. Мына жетіне қоқ. Бізде достар қарбыз және де қазір қарбыз шықты. Бізде бұл өте керемет. Қарбыз шықса, мұнда лаки блоктар көбінесе кездеседі деймін. Бұл бізге жақсы, бірақ ловушка шықса. Достар, бір алтын шықты. Достар, біз бастамасын жақсы бастап жатырық. Қазір енді бір күрек бер, прикис. Қазір біз ағашты қазып алайық, сосын әрі қарай жалғастыра береміз. Достар, сіздер Наконың видеосынан, яғни айтып жатсам, ренжімесен туралы Нако. Жаңында көндіктің ғой. Наконың видеосынан көрген шығарсыңдар. Модтарды қайдан жазады деген. Оны неге иннеркордың новый нұсқасын Play Marketке шығарған болатын. Мен содан тартып алып, қазір жаңадан модтар қосыпты тағы да. Сосын модтарды қосып алдым достар. Мінеке бізде кімолардың шықты. Че это? Достар, лазурит дейсің ғой. Достар, сосын менде Industrial Craft деген мод бар. Оның өзі көптеген механизмдермен, көптеген заттардан тұрады. Мысалыға айтқанда, железная печка, алмазная печка дегендерден тұрады. Сосын Forestry'дің өзінде не деген бакпак дейтін нәрсе бар. Бакпак дейтін. Сол бакпак дейтін модында сол жерде яғни рюкзак беріледі. Сол рюкзакты бір жерге басып қалатын болсаң, рюкзактың іші ашылады. Сол рюкзактың үстіне заттар салып жүре аласың достар. Аласыңдар. Сол. Мұнда бір лаки блок. Неме кілең болмайтын заттар шығып жатыр ел? Болды достар. Мұндағы лаки блоктардан қазір бір алмазный зат шықпаса, шығып қалатын болса, мен қуаныштық болатынмын. Уже балта шықты, яғни камень. Нет. Бұдан ештеңе шыққан жоқ достар, қатып тұр кішкене. Әлі шықты ма бірдеңе?
Достар, лаки блоктардан да шықпайтын кездер болады екен, яғни қондырып алсаңдар бұл модты. Вау достар, мынандай заттарды бағаналы бері шығарса болатын еді. Бізде қазір кожаный бас киім, алмазный киім шықпаса қазір өте керемет болушы еді. Басмарамын мынаны. Қойып кетейік. Кейін табиғатты қорғаушылар келіп тұрмасын да. Яп, жерім сіндірәсін. Достар, бізде... Ойбай. Тағы бір лопата шықты. Нормально зат шықпайды екен осы лаки блоктан бар ғой. Біз қазір достар... Міне сіздерге модтарын көрсете аламын. Міне Industrial Craft, Forestry, Draconic Evolution, Pixels, Iron Cheese, Lucky Cube деген. Достар, бірінші бөлім маған оңай болу үшін мен мирная қоя тұрайын, себебі қазір бізде кроватьта жоқ. Түк жоқ деуге де болады. Достар, жалаңаш қолмен араның ұясын сындырмаңдар. Себебі бұл қат өзін тұрады. Ота, 2 болды достар, бізде уже керемет. Түк шыққан жоқ. Қазір біз бұлай жасаймыз достар. Біз қойық. Бұда компьютердің инвертарға айналмайды. Себебі бұл олар емес. Міне достар, 4 балқы. Бабарам. Қазір біз дейтін кирка жасайық. Нақылшы қалай жасайды? Көп еңбек керек екен. Ношы Draconic Evolution'ның Draconic Core деген заты. Оған 4 мынандай золото керек, бізде 2 бар. Бір алмаз, мынандай фиолетовый, железо алтынға ұқсайтын бірдеңе. Я кішкене. Достар, қатып жатыр. Қатып қалды достар, қазір шығып кетті міне. Бәсе. Достар, қатып жатса ренжімеңдер. Себебі кішкене модтар да бар. Әсіресе видео дегендей. Достар, өте жақсы болды. Негізі модтармен выживание бастағанымыз. Иннер Core деген нәрсені плеймаркеттен жазып аласыңдар. Соны жазып ішіне мод браузер деген жерге кірсеңдер, түрлі модтар болады. Сосын инсталды басасыңдар. Мысалы, бір модты таңдаған соң инсталды басасыңдар. Достар, не істейміз қазір біз? Тастарымызды жинап алайық. Және қазір печка жасаймыз. Жай әшейін керек болып қалар.
мүмкін. Қазір мен тек алтақ модтысым. Не қыламын? Достар, біз мынандайдан бізде мынандай бар. Короче, біз қазір каменный балта жасайық. Яғни каменный топор. Достар, қазір түк көрінбей қалды. Сондықтан біз қазір настройкаға кіріп 28-ге қояйық. Тоқта, сендер көрінбей қалады. Бұда достар айтып кетейін, компьютеріне болмайды. Но не өз. Көзінен кем алады. Бізге достар анандай Чё это? Достар, бізге нәні лаки блок жасауға болады екен. Достар, бізге қазір не жасау керек? Андай гүлдерді не қылатын? Міне. Ол үшін бізге бір шерсть, достар. Сосын 1, 2, 3, 4, 5, 6 не керек екен? Сосын бізде осындай шығады. Біз қазір төртеуі біреуінде жасайық. Бұл достар қасиеті барлығын қаза береді. Ағаш. Міне мынаны да қазады. Мынандай тасты да қазады. Тасты да қазады. Короче, барлығын қазады. Тек алтыннан басқасы мынаны қазбайды. Анда лаки блоктар қойғанда достар бізге. Қазір біз лаки блокты сындырып аламыз. Мына трава блокты басым оранбай. Берсең пайдалы зат берсей. Мен атамның басына қостым. Не шықты? Достар, мен текстур пак, Fightful текстур пагын орнату білмеймін. Жоқ, орнатуды білем ғой. Қайдан алатын білмеймін деген. Сол үшін достар, маған сол Fightful текстур пагын қайдан алатын айтып кетсеңдер болды. Мен оны жазуды, орнатуды білем. Яғни немен орнатамыз оны? Қалайда әлгі S-проводникпен орнатам мен. Бірақ сендер айтып кетсеңдер болды. Қазір біз мына жерден достар, егерде модтар мен выживанияның 2-ші бөлімін күтсеңдер, 10 лайк жинап тұрса, бізде қазір зарядка көріп қалды. Бір ағашты қасып саяқ, видеомызды да аяқтамыз. Сіз достар, зарядка бітіп қалды. Достар, төртеуі біреуінден тағы бір қасиетін көрсетпедім сіздерге. Бұның тағы бір қасиеті, бұл нелер қойларды да өлтіреді, соңғыларын төбелесуге болады. Достар, бұныңасы сынырым болған міне және деді егін олай тастан оның айтты бұларында тез жинаңдар, және екінші бөлім шығады. Қош болыңыздар.